Жоқ, мен әлі сұраққа дұрыс жауабымды ала алмай тұрмын да. Мен қазір қайтадан сұрап алайын. Бұл жерде ешқандай біз бір-бірімізге жауап емеспіз, иә? Спокойно жауап берейік. Мен келіп анықтауға келіп тұрмын. Сіздер мұғалімсіз, мен қоғамдық белсенді, мен блогер емеспін, мен осындай тіл мәселесі, ұлттық қауіпсіздік, мысалы, пропагандаға қарсы адаммын да. Міне сіздер мектепте жұмыс жасап жүрсіздер. Сіздікі дұрыс. Иә, сіздерге жоқ, сіздерге сіздер бізде Қазақстанның патриоты. Жоқ, міне қазір мен айтып алайын, сосын сізбен де сөйлесеміз. Рұқсат болса. Сіздер мектепте жүрдіңіздер, и резко балалар кинотеатрға кетіп қалады. Цезарь кинотеатры, нам 30 лет деген киноға. Резко кетіп қалмайды олар? Жоқ, кім алып барды ол балаларды? Класс жетекшісі алып барды. Оған бұйрықты кім берді класс жетекшіге? Маған айтты, директор айтты, иә? Директордың бұйрығы бар ма? Ана балалардың қауіпсіздігіне жауап беруге бір ата-аналардың рұқсатына бір қағаз болу керек шығар. Мектепте мысалы, мен балам мысалға мектепте жүр, мен баламды ата-ананың рұқсатынсыз класс жетекші апара алмайды киноға. Хотя бы бір ауызша болса да ескерту керек шығар. Класс жетекшісі апарды, класс жетекшіге директор айтты. Директор на каком основании бір қандай бір документі бар ма? Или бір білім департаментіне бір бұйрық келді ма? Неге именно сол кино, мен соны түсінбей тұрмын да? Ол киноның сіздер мазмұнын білгенде жоқсыздар мысалы. Бізде мысалы, мен де мектепте істегем. Мен де балаларды киноға апарамын. Бірақ бірінші біз киноны зерттейміз. Не туралы кино? Анай жерлері бар ма? Қай жасқа арналған жас ерекшеліктері ескерілген ба мысалы? Сондай дұрыс кино ма, дұрыс емес екен, біз соны алдымен зерттеп, сосын апаратымыз. Ал сіздер алдыңыздар да Ресейдің пропагандасына. Сіздер көрдіңіздер ма сол кино? Ол жерде Ресейдің пропагандасы жүргізіледі деген әңгіме болған жоқ қой. Енді қараңыз. Жоқ, қараңыз. Ресей Украинаның территориясын басып алды, Крымды. Иә? Бүкіл әлем Ресейді мойындап тұрған жоқ қазір. Крым ол Украинаның территориясы деп айтып тұр. Енді сіздер сол киноға барып, балаларға үгіт насихат жасаватсыздар. Сонда сіздер соны қолдаған болып саналасыздар да, былайша сырттан қарағанда. Ешкім білген жоқ. Ешкім білмеді, не туралы кино болады. Таза жолбарыстар туралы, ертегі фестиваль, кинолардың фестивалі өтеді деп сөйтіп айтқан. Сол үшін жіберген балаларды. Кім айтты солай болады деп? Енді Россотрудничество сөйткен шығар. Россотрудничество. А неге сіздер Россотрудничествомен жұмыс жасайсыздар? Мектеп бұрыннан бері уже қанша 10 шақты жыл болды ма? Россотрудничествомен именно орыс тілін, әдебиетін тереңірек оқытып, кішкене жаңағы неше түрлі іс-шара өткізіп бірге сөйтеді. Ол бұрыннан бері бар. А сіздерде ондай рұқсат бар ма? Россотрудничествомен сотрудничать етуге? Ондай договорлар бар болу керек. Бар, иә? Құжат бойынша. Жақсы, біз оны тексереміз. Бұл жерде қараңыздар, мысалы, орыс тілі, орыс әдебиет, кітаптар, барлық оқулықтардың бағдарламаның бәрін оны Ыбырай Алтынсарин атындағы академия жасайды, дұрыс па? Кітаптардың бәрін оқу ағарту министрлігі бекітеді. Бірақ Россотрудничество мына жерде не істеп жүр, мен түсінбеймін да, мысалы. Бұрынғы директор. Енді қараңызшы, бұл жерде қосымша сабақтан тыс шаралар жүргізеді. Именно неге оқу процесіне байланысты емес. Қай сыныптың балалары барды? Қай сыныптың балалары барды сонда мектепке? Киноға? 8Б мен 8В. 8Б? 8Б, В. Орыс сыныптар ма, қазақ сыныптар ма? Орыс сыныптар, е?